Қыздар тренд карточкаларын жасау жолын көрсетейін. Дайын эскизіңізді алып принтеріңізден шығарасыз. Плоттеріңізге қиюға жібересіз, немесе қолмен қисаңыз да болады канцелярский ножбен, бірақ көп уақытты талап етеді. Қиып болғаннан кейін барлығын аккуратно жинастырамыз, және де енді подставкасын жасау керек болады. Подставканың жалпы екі түрі бар. Біріншісі бұл деревянный подставка, Каспиде сатылады готовый. Кей кездері бітіп те қалып жатады. Өзіңіздің жергілікті жердегі полиграфиядан лазерный станок бар жерден кестіртіп алсаңыз да болады. Екінші түрі ол қағазбен жасалатын оңай түрі. Ол подставканы желательно плоттермен қиып алған дұрыс болады. Бірден 2 штугын қиып, тура осы 260 грамм бумагаға шығарамыз. Одан кейін бір-біріне жабыстырып кіререйміз. Егер ол қалыңдық сізге недостаточно болса, тағы да біреуін сөйтіп қиып, үсті-үстіне жабыстырып қалыңдатсаңыз болады. Сонда сізде карточкаларды көтеріп тұратын устойчивый подставка шығады. Мінекей осылай оңай жасалынады. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіз.